жастықтың сәті бүгін келген күн, талай жылдар тағылымы толысып, еңбектен соң зейнет келіп жеткен күн. Осы жасқа жеткенде бар жетпеген, жаратқанның нұры сізде көктеген, зейнет жастың бар қызығын көрсетсін, көңіл деген көркем киіп көк дөнен. Ұстаз, жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғырда аңғарымпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқынышпен жасқану дегенді білмейтін батыл, ер жүрек болу керек деп Дана Әл-Фараби бабамыз айтқандай. Ұстаз бойынан табылатын осы қасиеттердің бәрі бір өзінен табылатын ұстаз, іскер басшы, дарынды ұйымдастырушы Ерсайын Қадырұлы, қош келдіңіз. Құрметті мектеп ардагерлері, мектеп ұжымы және Ерсайын Қадырұлы, бүгін біздер сіздермен аса бір қимас сәтте кездесіп отырмыз. Бұл кеш Ерсайын Қадырұлының көп жылғы еңбегінен соң құрметті зейнеткерлік демалысқа шығарып салу кеші. Өзіме ұнағандықтан жазып алып едім. Ерсайын Қадырұлы, құрметті әріптестер, бұл өлеңді енді мен қағазға қарап айтуыма тура келіп тұр. Кешіресіздер, айбеттесіздер. Жылдар өтер әлі, талай
жылы 24 шілдеде Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауданы Балықшы ауылында дүниеге келген. Білімі жоғары. 1975 жылы Александр Сергеевич Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының химия-биология факультетін бітірген. Ерсайын Қадырұлы 44 жылдың үстінде білім беру саласында басшылық орындарда үздіксіз еңбек етті. 1989 жылдан Орал қаласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11 облыстық қазақ мектеп-интернат кешенінің директоры қызметін абыроймен атқарды. Мектеп басшысының қоғамдық байланыстар сапарымен еліміздің білім, ғылым, мәдениет қайраткерлерінің облыстық педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтына оқуға келген облыс мектептерінің басшылары мен мұғалімдерінің ұстаздың әдіс үлгісі мен басшылық қызметінің жетістігінен әр уақытта тәжірибе алмасып, озық іскерлік тәлімін бөлісуі осының айғағы. 2001 жылы Американың Аризона штаты Тусон қаласындағы мектепке барып тәжірибе алмасып келді. 2005 жылы Ресей Қазақстан достық көршілік шаралары аясындағы оқу тәрбие семинарларын ұйымдастырды. 2012 жылдың наурыз айында Қытай Халық Республикасының Пекин қаласында өткен қазіргі заманғы білім мен ғылымның өзекті мәселелері атты халықаралық конференциясына қатысты. Ал 2013 жылы Ұлыбританияның Брайтон қаласындағы университетте өткен мектеп басшыларына арналған тәжірибе алмасу конкурсына қатысты. Ерсайын Қадырұлы қаламызда қазақша білім беретін мектептердің көбеюіне, қазақша бастауыш сыныптар ашылуына көп еңбек сіңірді. Озық іс тәжірибесімен бөлісу, үйрету мақсатында аудан, қала мектептерінде шефтік көмек ұйымдастыруды да қолға алып келді. Мектептің материалдық техникалық базасын әрқашан назарда ұстап отырды. Қазіргі таңда мектептегі әрбір пәндік кабинет компьютерлік техникалармен, интерактивті тақталармен, баспа және көшірме құралдармен жабдықталған. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен 2000 жылы өткен таңдаулы мектеп байқауында таңдаулы қала мектебі атағына ие болып, Білім және ғылым министрлігінің грамотасы мен затпай сыйлығымен марапатталса, 2001 жылы мектеп-интернат, 2001 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының жаңа буын оқулықтарын тәжірибеден өткізу орталығы болды. Олимпиада бәйгелеріне қатысу, жүлдегер атану, білім сапасының негізгі көрсеткіші болса, сол жолдағы биіктерді бағындыру мақсатында мектепте болашақ бөлімі ұйымдастырылып, нәтижесінде оқушылар облыстық, республикалық олимпиадаларда жеңімпаз атанып, мектеп абыройы мен мерейін асқақтата көтеріп келеді. Республикалық пәндік олимпиадалардың облыстық кезеңінде мектеп командасы әрдайым алғашқы үштіктен көрінуде. Батыс Қазақстан облыстық кәсіподақ комитетінің мүшесі ретінде педагог кадрларының құқығын қорғау, жағдайын жасау бойынша игілікті істерден шет қалмады. Ерсайын Қадырұлының есімі республикалық лидер образования Казахстана 2004 жылы, Қазақстанның үздік адамдары 2009 жылы, дарынды балалар Қазақстанның болашағы 2010 жылы энциклопедияларына енгізілді. Жылдар бойы тынымсыз еңбектің, үздіксіз жұмыстың нәтижесінде Ерсайын Қадырұлы төмендегідей марапаттарға ие болды. Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкері белгісінің иегері 1989 жыл. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы 1991 жыл. Еңбек ардагері медалінің иегері 1991 жыл. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы 1995 жыл. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хаты 2002 жыл. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері белгісінің иегері 2002 жыл. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы 2004 жыл. Ыбырай Алтынсарин атындағы медаль 2007 жыл. Қол соғып қошеметтеп қояйық.
Аталмыш мектептің өсу, даму жолындағы еңбегі зор. 1991 жылы гуманитарлық, жаратылыстану және математика бағыттарында оқытылатын лицей сыныптарын ашты. Елдің болашағын ойлап, білім саласында аянбай еңбек еткен іскер басшы, педагогикалық ұжымның, оқушылардың және ата-аналардың арасында жоғары беделге ие. Зейнеткерлік жасқа шығу мына салтанатты тойыңызбен құттықтаймын. Сізге арнап және осы алдағы мынау зейнеткер ағаларымызға арнап Әсет Бесеуовтың әні ағаларымды орындап берейін. Осы артыңыздағы коллективтің атынан, інілеріңіздің атынан. Сахарадай, көңілің ала ұшқан шағаладай, алдымнан көкем ай деп шығатын. Сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой, ағаларым. Қажымас қаранарым, кең байтақ қалаларым. Aman bol ağalarım. Gözüne süsünemen qanday şansın, sözüne süsünemen balday tәтті. Alnında ağan bolgan qanday şansın. Қажымас қаранарым, кең байтақ далаларым. Ölümde bir gelir, aman bol ağalarım, aman bol ağalarım. Ayvalayım ağalarım, sarılsan izlep barıp ağalarım. Eline ezindiren kara yüzümde, kaldırgan üzlerimde babalarım. Eng baytak dağlarım, ölümde bir aman bol. Құттықтау сөз мектеп директорының жаратылыстану математика бөлімі бойынша орынбасары Ахмадиев Арман Сансызбайұлына және ғылыми әдістемелік орталығының бөлім меңгерушісі Шоңбаев Жеңіс Меңдіғалиұлына және кәсіподақ ұйымының төрайымы Атош Гүлнар Садыққызына беріледі. Құрметті Ерсайын Қадырұлы. Бүгін қазір біздер мына мектебіміздің акт залында үлкен жиынға барлық ұжым болып жиналып отырмыз, толықтай дерлік. Бұл жиынның басты себебі мектебіміздің барлық ұстаздар ұжымы атынан, оның ішінде ардагерлеріміз бар, мектебіміздің барлық оқушылар атынан және сан мыңдаған осы мектепті бітіріп шыққан түлектер атынан және ата-аналар қауым атынан сізге, сіздің еңбегіңізге алғыс білдіру. Бұл алғысымыз әрине қимастық сезіммен айтылғалы тұр. Өйткені сіз осы біздің мектебімізге келген күннен бастап, енді өзім куәгермін, өйткені сол кезде мен осы мектептің 11-ші сынып оқушысы болдым. Сол кезден бастап
өзіңіздің энергияға толы қажырлы еңбегіңіздің, ізденіске толы жаңағы инновациялық идеяларды іске асыру үшін әртүрлі идеяларыңыздың көпшілігімен, ұйымдастырушылық қабілетіңізбен мектебімізді 90-шы жылдардағы қиын қыстау кезеңнен алып шықтыңыз және республикаға танымал үлкен білім шаңырағы дәрежесіне дейін жеткіздіңіз. Оған бәріміз де куәміз. Оны барлық Орал өңірінің барлық адамдары көріп жүріп мойындайды да. Соның нәтижесінде біздің түлектеріміз елімізге, дүние жүзіне танымал болып, бізді қуанышқа бөлеп жүр. Әрине бұл қоштасу кеші емес, Ерсайын Қадырович. Бұл тек кезекті кездесуіміз болсын. Өйткені сіздің бізге берер әлі де көмегіңіз, ақыл кеңестеріңіз қажет болады. Сіздің тәжірибеңізді біз әлі де өзіміздің жұмыс барысымызда қолданғымыз келеді. Енді сонымен қатар осы кешті пайдалана отырып, Ерсайын Қадырдың 24 шілде күні өткен мерейтойымен де ұжым атынан құттықтауым келеді. Енді алдағы уақытта барлық жаңа осы мектебіміздің ұжым мүшелері сізге алғысын білдіргісі келеді. Өйткені көптеген адамдар маған да тікелей жолығып жатыр. Ағаймен жаңағыдай соңғы рет болмаса да кездескіміз келеді. Ақыл кеңесіне рахмет айтқымыз келеді, көмегіне рахмет айтқымыз келеді. Дегенмен де жаңағы осы шағын кешімізді осындай жаңағы бағытта жалғастырғымыз келіп отыр. Келесі сөзді Жеңіс Меңдіғалиұлына берейін. Көп рахмет сіздерге. Құрметті Ерсайын Қадырұлы, мен Арман Сансыбайұлының сөзін ары қарай ұжымның құттықтауымен жалғастырайын. Құрметті Ерсайын Қадырұлы, сіз 1989 жылдан бері білімнің қара шаңырақ атанған Сәкен мектебін, оның тәуелсіз Қазақстан тарихымен бірге талай тарихи сатылары мен жаңашыл мектеп талаптарынан өтіп, елге танымал, дарынды балаларға арналған, мамандандырылған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 11-ші облыстық қазақ мектеп-интернат кешені дәрежесіне ие болуына, қалыптасуына, толағай табыстарға жетуіне басшылық жасадыңыз, өзіңіз де адами рухани өстіңіз. Осы жылдарда сізде шын басшыға тән жауапкершілік, шығармашылық, әділдік, сыйластық, талапсыздық, білім мен біліктілік, қамқорлық, ұйымдастырушылық, эстет және психолог тағы басқа қасиеттерді жаныңызға серік еттіңіз. Сондықтан да сіз басқарған мектеп облыстағы табысты 3 мектептің бірі болса, республикадағы танымал 10 мектептің қатарында болу құрметіне ие болды. Тәуелсіз Қазақстанның білім беру мектептері сіздің мектебіңіздің өсу жолын, табыстарын мойындады, марапаттау салтанаттарында қол соқты, ұстаздар еңбегін бағалады. Облысымыздың ата-аналары өз ұрпағын осы мектептен білім мен тәрбие алуға берсе, табысты құштар мұғалімдер осы мектепте сіздің қамқорлығыңызбен жұмыс істеуге ұмтылды. Сіз бақытты ұстазсыз, басшысыз. Себебі алға қойған мақсат, міндеттеріңіз осылайша орындалды. Талай мың шәкірт пен ұстаздар сізді ардақты ұстаз, білгір, әділ басшы деп құрметтеп сізге алғыс айтады. Сіздің өміріңізге салауатты зейнеткерлік, зиялы үлкендік, мықты денсаулық, отбасы бақытын тілейміз. Болашағыңыз жарқын, өміріңіз тыныш, ұрпағыңыз аман-сау болуына тілектеспіз. Дарынды балаларға арналған, мамандандырылған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 10-ші облыстық қазақ мектеп-интернат кешенінің ұстаздар ұжымы 5 қыркүйек 2016 жыл. Мен де жаңа әріптестерім айтқаннан қосыла отырып, мектеп ұжымының атынан, кәсіподақ ұйымының атынан сізге зор денсаулық, күш, қайрат, отбасына амандық тілеймін. Және мектеп ұжымының атынан естелік сыйлығыңызды ұсынуға рұқсат етіңіз. Сонда осыдан артық не құрмет керек? Бақыт деген шамасы өзі болар. Адам баласы сол бақыт деген өзі сезбейтін де шығар деп ойлаймын. Ашынмас Ерсайын Қадырұлы. Мен сізге айтайын дегенім, жаңа ақпараттардан тыңдап отырсақ, ағыл тегіл марапаттау, тағы жетістіктер болып жатқанмен де ең үлкен марапат осы сан мыңдаған шәкірттеріңіз, олардың ата-аналары, осы әркім өмірде өз жолын тауып адам болып кеткеннен кейін осы өмір бақи сізге қарыздар болып сөйтіп келеді деп
түсінеміз. Шынымен айтамын, бақыт деген шынымен де осы шығар. Шын мәнісінде осы саналы ғұмырымның тең жартысы мен қазір жасым 50-де асып кетті. Соның 25 жылы осы мектепте өткен екен. Осы сізге үлкен жеке алғысты теңдегенім, оқу бітіріп ауылға кеткен жерінен артынан қайтадан сұранып алдырып осындай мектепке, осы мектепте сол 91 жылдан бері мен жұмыс істеп келе жатырмын. Содан өзі тірек болып, басшы болып, оны қорқатын несі бар деп, біздерде химия, биология, гуманитария бағыты болғанмен физика, математика деген жоқ, ал қолынан келсе осыны істейсің деді. Содан 93 жылы бастап кеттік. Оқулық та жоқ, ештеңе де жоқ, кадр да жетіспейді, соның бәрі өзі басынан аяқ жүріп, мінекей сол бөлімнің ашылғанына биыл 23 жыл болып отыр. Сізге сол үшін, сол жылдардың ішіндегі үлкен жеткен жетістіктеріміз үшін мақтанамыз. Бұл өзім істегенде мен мақтанамын, шын мәнінде осының бәрі сіздің арқаңыз. Тағы да айтамын, сол мен енді басқа жетістіктерді қайталай айтпай қойын. Енді бір айтайын деген әңгіме, жаңа байқап отырсаңыздар, спортпен де айналысқанын көрдіңіздер ағайдың. Мысалға, өнердің айналасында жүрді, жақсы билеу білетін де білесіздер. Сол 93 жылы ашылғаннан кейін біздер ең бірінші физика, математика бағытына оқушы іздеп, ол кезде шопыр Сабыр болды, сосын ағай, сосын Зейнолла Өтеев, білесіздер ғой енді, қазақ тілі маманы. Сол 4 мұғалім болып Жаңғала ауданына оқушы іздеуге шығып кеттік. Сол оқушылардан емтихан алып, қарсылап, қабылдап алып, сол қайтар жолда Жаңғаладан Оралға дейін келе жатқан жолда ескі москвич, жүрсе өнбейді. Жас москвич болды, естеріңізде бар өзіңізде. Сол келе жатырып, сонда ағай қарап отырмай, ал жастар айтыш болсыңдар, Шәмшінің өлең айтып жарысайық деді ғой. Мен сіздерге ағайдың бір құпиясын ашып отырмын. Ағай шын мәнісінде өлең айтады. Сол Жаңғаладан Оралға дейін өлең айтып келдік. Төртеуміз. Сабыр қазақша білмейді, айналғанда ол да қосылды. Амасы кейбір өлеңдерді қайтадан айтқан болармыз енді. Ал сол көп өлеңнің ішінен мен ағай бірге айтқан бір өлеңді таңдап алдым, осы әнді қабыл алдым. Құстар сызылтып ән салады, ауылым мен тербетеді қаланы.
Әлгереұлына және бастауыш сынып бөлімінің бөлім меңгерушісі Абдрахманова Ләззат Тұрарқызына беріледі. Бүгін мынау біздің Есайын Қадырұлы үлкен бір демалысқа, яғни зейнеткерлік деген жас, оның ішінде сол демалайын деп өзі осындай бір уақыты келіп адам баласының кейін жастарға орын берейін деп осындай бір шегін жасап өзі осындай ұсыныс білдірді. Әрине ол ағай қартайдым деп тұрған жоқ. Біздің ар жағымызда мен есімде осы мектепке 96 жылдар келгеннен қазір қарасам 20 шақты жыл болған екен. Сол 20 жылдың ішінде ағайдың жалпы мына қоғамдық гуманитарлық бағыттағы бағдарламаларды өзгерту, әсіресе оның ішінде тереңдетіп оқытылатын сыныптардың бағдарламасын жасау, осы бағыттарда олардың шәкірттерінің олимпиадалық деңгейге шығу жетуіне, облыстық республикалық олимпиадалардың деңгейінде біздің мектептің ұжымының оқушылары әлі бүгінге дейін көрініп жүрсе, мен айтар едім, біздің емес, Есайын Қадырұлының еңбегі деп. Себебі сол сабаққа кіргенде әр ұстаз әртүрлі береді ғой. Соның бірде-біреуін қалғытпай, ұйықтатқызбай, қалай да қозғап, соның бір нәтижеге жету мақсатында бұл кісі ағай есебінде, мектеп басшысы есебінде, тәжірибелі ұстаз есебінде де еңбегі аз болған жоқ. Енді қаншама ұстаз, анау Махамбет ағайдан бастап біз білеміз, оның алдында ұстаздар бар, Айғаным апай отыр осы жерде. Қаншама тіпті Айғаным апайлар өзінің шәкірттерімен елбасымен кездесуге дейін барды кезінде. Мен айтар едім, осының бәрі ұжымның басшысының ұйымдастыру. Енді өз басымда айтсам, бізде неше түрлі жұмыстың мойнымызға қамытын кигізді, аяған жоқ. Ағай себебінде қамқорлық сырласты. Мен өзім 6-7 конкурсқа осы ағайдың арқасында бардым. Тіпті барып келмеген жерлер болып еді, бұл кісі қозғады. Қолынан келеді, давай қатыс. Несіңдер деп. Міне осының арқасында біздердің де өсу жолымызға ағамыздың көп септігі тиді. Енді Есайын Қадырұлы, сізге жақсы қария деп айтпаймыз, үлкен басшы есебінде, үлкен аға есебінде, қамқоршы есебінде, сіз тек қана отбасының, ұжымның емес, қарызы жаңа Арман Сансыбайұлы айтты, сан мыңдаған шәкіртті үлкен жолға тәрбиеледіңіз. Яғни жүрегі үлкен ұстаз, сізге табыс, жақсы өмір, отбасының мерейін, берекетін, қызық шуағын көруге сізге Алла тағала нәсіп етсін дейміз. Аман сау болыңыз. Енді шақырғанда келіп тұрыңыз. Ардагерлер шақыратынымыз бар ғой. Есайын Қадырұлы. Құрметті Есайын Қадырұлы, бүгін қимастыққа толы сәт. Бір жағынан ойлап қарасаң, бұл бір бақытты, жақсы сәт деп те айтуға болады. Осындай өзіңіздің коллективіңіздің, өзіміздің ұжымымыздың алдында әдеп жасқа жетіп, зейнеткерлікке шығарып салғалы отырмыз бүгін. Сіз басшы болған уақыттан бастап бастауыш сыныпты аштыңыз мектебіңізде. Сонымен қатар сіз білгір басшы ретінде тек қана Орал облысы емес, Батыс Қазақстан облысы емес, сізді республика көлемінде таниды. Сіз бастауышқа пәнді жүйе енгіздіңіз. Ерте жастан оқыту ағылшын тілін енгіздіңіз. Мұрагер бағдарламасын енгіздіңіз. Кітап оқу терапиясын енгіздіңіз. Шахмат сабақтарын енгіздіңіз. Бұл осы енгізген жұмыстардың барлығы ары қарай жалғасын тауып, сіздің ақыл кеңесіңізбен ары қарай жүре береді деген ойдамыз. Сізге рахмет, көп-көп. Деніңізге саулық тілейміз. Біз осы мектепке келгенде 25-26 жаста ғана болатынбыз. Қазір жасымыз 55-ке келді. Бізде жақындап келе жатырмыз жайлап осындай жасқа, әлем жасқа. Енді деніңіз сау болсын, жаныңыз аман болсын. Біз бастауыш сыныптың ұжымы атынан сізге көп алғысымызды айтамыз. Ата-аналар да сізге дән риза. Енді
дариғаға келіп тұрасыз үнемі. Біздер енді жаңағы сіздің осы салып берген жолыңызбенен, сара жолыңызбен жақсы еңбек етуге, сізді ешқандай ұятқа қалдырмауға әрине біздер уәде береміз. Жанұяңыз аман болсын, балаларыңыздың, ұл қыздарыңыздың арасында, жиендеріңіздің арасында, немерелеріңіздің арасында жақсы өмір сүре беріңіз. Құттықтаймыз сізді. Есенғадыр, білімді бейсенбі дейтін бар ғой. Елге сапар дегенін қабылыңыздар. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім мердеп елжіреп. Ауылдың суы, ауылдың буы аңсапта, күйбең тірлікті дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жаққа, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды, тынысым ғажап, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске, көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жаққа, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Қошемет деп қояйық, шарбақтау жасасын деп қояйық. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жаққа, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Рахмет. Сөз тәрбие бөлімінің бөлім меңгерушісі Рахметов Амантай Орынғалиұлына және интернат меңгерушісі Бимағамбетов Есенгелдағайға және өнер бөлімінің бөлім меңгерушісі Хайырова Мереке Есетқызына беріледі. Құрметті Есайын Қадырлы, құрметті мектеп ұжымы, халқымызда айтады ғой, адамның көз жіберген қандайына, шешенің дәрін берген таңдайына, малының ырыс берген маңдайына, ұстаздың қайрат берген, мейірім берген жүрегіне дейді. Бүгінгі біздің басшымыз
көп жылдан бері осы еліміздегі Қазақстан Республикасында, Батыс Қазақстан облысындағы беделді үлкен дарынды балаларға арналған мектепте басшылық қызмет атқарған Исайын Қадырұлының шәкірттері еліміздің әртүрлі қазіргі таңда экономика саласында, білім беру саласында, денсаулық саласында, барлық саласында басшылық қызмет етіп еліміздің осындай өркендеуіне өз үлесін қосып жатыр. Енді Исайын Қадырұлы мына өзіңіздің өмір тәжірибеңізде енді көпшілігі өзіңіздің мына орынбасарларыңыз көптен бері өз қасыңызда жүрсе, соңғы бір жылда сізде тәжірибеден өткізген ол мен өзіңізге бұрыннан басқа мектептерде істеп жүрген кезде 11-ші мектепті сыртынан естіп, жаңа қарап, осылай білім сапаларына көз тігіп, қызығып жүретін едік. Осындай бір тағдырдың несімен жұмыс барысында жүрген кезде Исайын Қадырұлының көзіне түсіп қалдық. Қалға осы облыстық білім басқармасында мұғалімдерді аттестаттау кезінде, сол кездерде жаңағы аттестация өткізіп жатқан кезде өзім жаңа дәлелдеп өткізіп жатқан кезде Исайын Қадырұлы сонда көріп қалған болу керек, жаңағыдай байқап қалған болу керек. Осындай өзі шақыртып, осы танымаса да білмесе де шақырып алып, сен дейтін кішкентай мектепте істеп жүрсің, жаңағы меңгеруші олардың үлкен мектепке келіп жұмыс істеу керексің деп осындай өзінің орынбасары қойды. Сол бір жылдың ішінде көптеген Исайын Қадырұлынан көптеген тәжірибе үйрендік. Өзіміздің білмейтініміз көп екен. Осы істеген бір жылдың іші маған көптеген жылдар есебіне қалды. Ұмытылмайтын ерекше тәжірибе ретінде қалды Исайын Қадырұлы. Көп рахмет. Осы сіздің бойыңыздан өте көп энергияны көрдік, жаңашылдықты көрдік. Осындай бір жағынан талапшылдықты, бір жағынан мейірімділікті көрдік. Осындай жетіспейтін жақтар жетістірдік осындай уақытта. Енді алдағы уақытта да осы қалған саламен әр уақытта да өз тәжірибемізді пайдаланып жүре береміз. Сіздің үйреткендеріңізді ұмытпаймыз. Әр уақытта алда жүреміз, жұмыс істейміз. Сізге уәде береміз сондай уақытта. Енді сіз осындай жаңа айтып жатыр ғой, орынбасарлардың барлығы айтып жатты. Сіз лайықсыз әр уақытта да өзінің мысалға қиын, қызықты осы еңбек өмірін өз бойыңызда өткізіңіз. Енді үлкен осындай демалысқа жеңгемен бірге жақсы демалып, денсаулығыңыз мықты болып, немере жиендеріңіз қызығын көріп, әр уақытта жақсылық болсын сізде, ұзақ өмір сүріңіз. Біздің тәрбие бөлімінің атынан. Және де жаңа айтып отыр ғой, біздерде әртүрлі тәрбие бөлімінде өзін көрсетіп кеткенсіз бөлімді бөлмейсіз ғой. Әр бөлімнің өзінің ерекшелігі бар. Әр жағынан жаңағы әр уақытта қолдап отырасыз, айтқан идеяларымызды енді шақырған уақытта келіп тұрасыз деген ойдамыз. Сізге сәттілік тілейміз тәрбие бөлімінің атынан. Құрметті Исайын Қадырұлы, бүгінгі мынау еңбек ұжымының сізге көрсетіп жатқан құрметі сіздің көп жылғы еңбегінің нәтижесі деп есептеймін. 1991 жылы мен осы интернатқа жұмысқа келдім. Исайын өзі қабылдады. 25 жыл болды. Сол қабылдағанда Исайын маған айтты: жұмысқа қай уақытта келесіз, шаруам жоқ. Интернатта жұмыс болса болды деді. Мінекей осы айтқан сөзі әлдің күнге менің жүрегімде сақтаулы. Осыны жұмыс жасаған уақыттарда осы сөзді әр уақытта мен есімде тұрады. Интернат сол жылдары қандай күйде болған, осы жерде отырған көптеген мұғалімдер біледі. Серік Қазиқанов ағай, Ерболат, сол уақыттарда бәріміз бірге келдік. Бауыржан, бізге дейін де осы интернатта жұмыс жасаған Рая, балығымыз бәрін де білеміз. Интернат ол уақыттарда екі жерде болды. Біреу осы мектептің 3-ші қабатында болды, екіншісі Лисенкова көшесіндегі 96 үйде болды. Екі жерде болды. Ол уақыттарда Исайынғабишке жұмыста өте қиын болды. Мектеп, мына интернат, ана интернат, тағы сол сияқты. Бірақ сол қол отырып қарап отырған жоқ, осы қиындықтың балалары қиындықты жеңіп отырып, ауылдың балалары алаңсыз білім алсын, тұрмыс жағдайы жақсы болсын деген мақсатта облыс әкімі ол уақытта Хавел Хавелович барып, осы қайта барып, осы интернат салуға ұйытқы болды. Бұл интернатта қалай осылай салынған жоқ, өте қиындыққа салынған интернат. Мына интернатта балалар 3-ші қабатта тұрды, тамшағат. Әжелге тазиктердің бәрін қойып қоямыз, сол комнаттарда балалар тұрады, сол тазиктер тамшағат тұрғанда, сол тырс-тырс сол арасында балалар ертіп жүрді. Ал ана интернат болатын болса, ол интернатта жаңағы су жоқ, кейбір жағдайларда балалар сыртқа шығып бақырашып жүруге тура келіп жүрді. 3-ші қабаттарында есіктерінде терезе жоқ,
жаңағы одеялмен болмаса да простынями жабылып тұр. Ертеңге дұрыс қой бұл. Сондықтан да мінекей осындай қажырлы еңбегінің арқасында облыс әкімі бірге отырып, осы мына интернат салуға ұйытқы болды. Бұл интернат салған уақыт бір сондай қиын кезеңге тап болды. Себебі СРО-ның тарап елдің сондай бір әлсіз, сондай қиын қыстау мезгіл еді. Бірақ соған қарамастан қайта сондай әкімдікпен келісе отырып салды. Енді бұның бір қызығы интернаттың бір енді салу ақша жоқ, қаражат жоқ, тоңқырап қалады, қайтадан жүреді, тоңқырап қалады, қайтадан жүреді, осындай қиындықпен салынып жатыр. Соны қалай болғанда да Есенғалиевтің бір ойы ана бірінші қанатты жылдамырақ бітіріп алу керек болды. Егер де бірінші қанатты жылдамырақ бітіріп алып балдарды кіргізсек, екінші қанатта енді өзі білді. Мінекей. Міне осындай немен жұмыс жасап, екінші қанатты осы интернаттың толық берілуіне Есенғалиевтің үлкен еңбегі сіңді. Сондықтан да бұл Есенғалиевтің көрегендігі деп есептеймін. Сонымен қатар Есенғалиев былай ұжымда да жалпы өздерің байқап жүрген боласыздар, адамгершілігі өте зор. Мысалға мен интернат жөнінде алатын болсам, енді интернаттың тәрбиешілері өздеріңіз білесіздер, мезгілсіз уақыттарда жұмыс жасайды. Көпшілігі кешке 5-10-ға дейін жұмыс жасайды. Міне осының да жағдайын ескеріп, кей уақыттарда балалар ауылға каникулға кеткен уақыттарда, балалар интернатта болмаған уақыттарда маған айтады, ана Есенғали тәрбиешілер құттай демалып алсын, кешкі мезгілдер семьясымен бірге болмайды. Сағат 10-ға дейін жұмыс жасайды жұмыс уақыттарында. Үйлеріне барғанша 11 болады, автобус жүрмей қалады, жаяулап барады, тағы сол сияқты деп, міне интернат тәрбиешілерінің жағдайын ойлап отырады. Бұның өзі Есенғалиевтің үлкен адамгершілігінің арқасы деп есептеймін. Сондықтан да Есенғалиевке көп рахмет айтамын, Есенғалиевич. Интернат қазір бір жүйеге келді, өзіңіз келтірдіңіз. Сіз салып берген сұрағының ары қарай жұмысын жалғастырады. Сізге мінекей осы коллектив ұжымның атынан көп рахмет айтамын. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің, жиендеріңіздің қызығын көріп, солардың ортасында аман есен апай екеуіңізді отыра беруіңізге шын жүректен тілектестік білдіремін. Көп сізге рахмет. Қадірлі Ерсайын Қадырлы, енді айта кетсе жаңа өнер мектебі туралы айта кетейін. Енді осы 93 жылы көркем сурет классы болып ашылып, соңынан жаңа өнер мектебі болып, мектеп жанындағы өнер мектебі болып, арғай жалғасын тапты. Мен 2000 жылы жұмысқа келген кезде интернаттың бірінші этажының тек қана жартысында едік. Есігі жаңа бөлінген, сол жерде бастап жұмыс жасадық. Мен өзімен бірге институттан жаңа түлектері келді. Жас мұғалімдер. Сіз сол кезде маған сеніп сол мектепті тапсырдыңыз. Сол уақыттың ішінде қанша жаңалықтар жасады. Осы өнер мектебі, мектептің ішіндегі осы республикадағы жалғыз мектеп. Ол да сіздің үлкен идеяларыңыздың бірі. Сол онымен қатар 89 жылы мен институтта жүрген кезде Махамбет Ержанов сізге жіберіп, Шарапайдың класын түгел бір класс қылып, жаңа өнер классы қылып аштық. Ең бірінші. Содан 2000 жылы мен осында сіздің қарауыңызға жұмысқа келдім. 2006-2007 оқу жылында ең бірінші өнер классына балдар қабылдадық. Эксперимент ретінде. Мінекей биыл сол жалғасын тауып 4-ші жыл класс қабылдап, бізге үлкен ағалық, көрегендік көңіліңізді көрсетіп, қазір жаңа сіз келе жатқанда өзіңіздің оркестріңіз қарсылады, Атамұра атындағы. Осындай жағдайға жеткізген жаңа бүткіл сіздің көмегіңіз болмаса, сіздің жаңағы қолдауыңыз болмаса, бұндай жағдайға жетер ме еді, жетпес пе еді. Сондықтан біздің үлкен ұжымның атынан сізге үлкен денсаулық тілеймін. Айтатын нәрсе көп, бірақ та уақыттарыңызды алмаймын. Біз коллектив атынан сізге кішкене жаңа адресат жолдадық, соны соңынан сіз өзіңіз оқырсыз, сосын сыйлығымыз бір гүл. Аса құрметті Ерсайын Қадырұлы, енді уақыттың тығыздығы рас, бірақ бүгін біздер бір сондай кеткіміз келмейтін қимас бір кеш өткізіп жатырмыз. Енді
санамалап оның санына жетуге болмайды, түрінде қазір айтып түсіндіруге болмайды. Өзіңіз қызмет еткен уақытта осы мектептің жұмысына енгізген инновациялық жұмыстарыңыз шексіз. Соның бірі осы қалада ең бірінші қатарлы енгізілген мектептерде кураторлық ұжымының мен бүгін сізге мәңгілік олардың құрметін алайын деп тұрмын. Соны естіртіп қабыл алыңыз. Және алдағы уақытта бұрын 45 минут сайын қоңыраудың сыңғырлаған үнін естісеңіз, біздің енді тілегіміз алдағы уақытта ата деген немере жиендеріңіздің, шөберелеріңіздің үнін ұзақ уақыт естіңіз деген келіп тұрсаң. Көп рахмет сізге. Бақ тілейміз. Сіздің құрметіңізге өнер бөлім атынан жаңа мұғаліміміз Ахметова Айымгүлдің орындауында бір шығарма. қимастықпен айтып тұрмын. Сіз осы мектеп-интернаттың осындай болып қалыптасуына, қазіргі дәрежесіне жеткеніне әрине бұл сіздің ерен еңбегіңіз. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Барлық осы педагогикалық ұжым, оқушылар, тіпті жалпы барлық техникалық қызметкердің де сіз әрбіреуімен адами тұрғыда сөйлесе білдіңіз. Әрбір адамның өзіне жаңағыдай подход дейді ғой. Сол үшін сізге адамгершілігіңіз үшін жалпы басшы ретінде де мың алғыс біздің ұжымның атынан. Сіздің салып кеткен тура жолыңыздан тайынбай әрқашанда осы мектеп үшін еңбек етеміз деп сізді сендіреміз. Сізге енді алдағы уақытта зор денсаулық, отбасылық тыныштығын, әрқашанда тек немере жиендеріңіздің қуанышына, балаларыңыздың қуанышына бөленіп жүре беріңіз. Сіз енді әлде бір 10 жыл жасайтын энергияңыз бар. Сізді вообще қимаймыз. Енді үлкен толқыныспен айтып тұрмын. Аман болыңыз, әрқашан жаңағы сізді енді қоштаспаймыз, көреміз деп сенеміз. Сізге мың алғыс біздің ұжымның атынан. Уважаемый Ерсаин Кадырич, от имени коллектива столовой, лично от себя поздравляем вас с уходом на заслуженный отдых. Искренне коллектив, лично мне очень повезло проработать 20 лет под вашим мудрым руководством. От нашего коллектива желаем вам здоровья,
оставаться таким же активным человеком, и чаще хотим видеть в нашей школе вас. Большое спасибо вам за все. Балапанға қанатымен су сепкен қарлығаштай, біз үшін екінші әкеміздей дана болған, дара болған қымбатты ағай, бізді бүгін еңбек демалысқа шығуыңызбен бізге шын жүректен құттықтап, бізге барлық мектеп ұжымының кіші қызметкерлері атынан, жұмысшылар атынан үлкен алғысымызды айтамыз. Бізді еңбек жолында тәрбиелеуде сіз үлкен зор үлес қостыңыз. Еңбекке баулу, жақсы тәжірибелі жұмыс жасауда үлкен жетістіктерге жеткізіп, көп нәрсені үйреттіңіз. Біздей басшылықтың арқасында біздер осы мектепте кіші қызметкерлер алдымыз 20 жыл, соңымыз 15-17 жылдан жұмыс жасап келеміз. Бұның нәтижесі сіздің мына кіші қызметкерлерге деген сыйластығыңыз, жақсы көзқарасыңыз, үлкен көмегіңіздің арқасы. Біздер көңілде қимастық сезім әлі де болса сіздей басшымен жұмыс жасауға ниетіміз түзу. Бір ойлаған жігіт сізбен бүгін осындай қоштасамыз деп, бірақ әлі де қоштасқымыз келмейді, әлі де келіп үйретіңіз білгеніңізді. Осындай қиын қыстау кезеңде біздерге жақсы көмек, осындай ұжымда жұмыс жасау үлкен мәртебе болды. Біз жүрген жерімізде 11-ші мектеп ұжымында жұмыстамыз десек, бәрі таңғалыспен қарайтынды, үлкен мақтанышпен айтып жүреміз. Жалпы балаларымыздың осындай өсіп-өнген еңбекке, білімге жетелеген жалпы ұстаздардың еңбегіне мың алғыс айтамыз сіздерге де. Алай шәкіртті білім нәрімен сусындатып, арманына қанат қақтырдыңыз. Ол үлкен сіздің еңбегіңіз. Алдағы уақытта енді сіздің жанұяңызға жанұя бақытын, амандығын тілейміз. Сіздей әкесі бар балдар бақытты, сіздей атасы бар немерелері бақытты деп ойлаймыз. Сізге үлкен алғыс. Мектеп қызметкерлерінің, кіші қызметкерлерінің атынан естелікте қиысынамыз, гүлшаттарымен құттықтаймыз. Речка быстрая, каменистая, в нашей местности протекает, и волшебницы, люди добрые, эту речку величают. Если в чем-то сомневаешься, или обидой горько маешься, ты к реке поспеши, все ей расскажи. А по камушкам речка бежит, далекую к морю синему, путь ее беспокойно лежит. А по камушкам, по круглым камушкам река бежит. В речку быструю, серебристую, словно в зеркало смотрят люди. Бросишь камушек ей на донышко, и она тебя рассудит. Поругай не ради камушкам, а по камушкам речка бежит, далекую к морю синему, путь ее беспокойно лежит. А по камушкам, по круглым камушкам река бежит. Наши речки задушевная и простая, только слушайся в эту музыку своего родного края, а уедешь, если надолго, над рекой встанет радуга, чтобы ты не забыл всех, кого любил. По камушкам,
Ассалаумағалейкум, қадірменді қалайық. Ерсайын Қадырұлы, ассалаумағалейкум. Мен мына осы мектептің, бана толық айтқан жоқ, мектептің ата-ана комитетінің төрағайымы. Мынау мүшесі, мына азамат қасымда тұрған. Ал осы бүгінгі лебізді осындай бүгінгі шақыруды естігеннен, толғанып, ойланып, сөйтіп келдім Ераха. Себебі мен мынау немерем 7-ші сыныпта оқиды осы мектепте. Сол 7 жылдың ішінде осы мектепте мектеп ата-ана комитетінің төрағасы болып келе жатырмын. Сол 7 жылдың ішінде осы Ерсайын Кадыровичпен екеуміз қолма-қол кәдімгі бірге жұмыс істестік. Енді мен айтамын, бұл кісіні мен 7 жылдың ішінде білгенім, бұл кісінің энтузиазм дейді ғой. Бұл кісінің энтузиазмы біздер жастар көтеру керек, жастарды қою керек дейді. Бұл Ерсайын Кадыровичтің энтузиазмы, бұл кісінің идеялары 2-3 жастың идеясынан артық, кем болмайды, артық болмаса. Мына қараңыз, мына терезеде қараңыз, мына осы ағашты осы Ерсайын Ерахан деп қойып кешіріңіз. Ерсайын Кадырович екеуміз осыны ектік осы ағашты. Қазір осы біздің мынау терезені жауып, біздің ғимаратпен бірге бойлас болып тұр. Себебі мына 7 жылдың ішінде бұл кісі маған тыным берген жоқ, шын айту керек. Ананы еу керек, ананы тау керек, фазон тау керек, газон тау керек. Ана жердегі кіреберістегі сол жақтағы парк, алла болса ертең үлкен парк болады. Қазірдің өзі көтеріп қалған. Сөйтіп мынау осы Ерсайын Кадыровичпен қолма-қол кәдімгі 7 жыл бірге істедік. Бірге істедік бүгінге дейін. Сондықтан ойланып, толғанып, былай айтқанда қимай кәдімгі. Осы жазда да кездестік. Осында келіп, мектепке келіп, жұмыстармен. Сонда айтам, Ераха, енді сен әлі жассыз ғой, энтузиазмымыз, нелеріміз, идеяларымыз жетеді. Тұр, шыдаңызшы. Мен өзім зейнеткермін. Сондықтан айтам ғой, мен онда енді негізі мен зейнеткерлікті айтсақ, мен қарап отырмын, Ерсайын Кадырович бүгін терлеп отыр, бетім теріп сұрды. Негізі мен зейнетте 13 жыл болды, шыққаныма 13 жыл болды. 13 жыл зейнеттеп жүрмін мен. Бірақ та зейнеттің де жақсылығы бар. Мен бұрын, мысалы, зейнетке дейін жай полковник болсам, қазір өзімнің бір мекемемді ашып, қазір президент болып істеймін сол мекемеде. Ерсайын Кадыровичті қарап отырады деп ойлаймын мен. Қарап отырмайды бұл кісі. Бұл кісінің идеясымен, бұл кісінің энтузиазмымен, Алла Тағала берген күшімен, қаруымен қарап отырмайды. Сондықтан Алла Тағала сізге қуат берсін, Ерсайын Кадырович. Алла Тағала қуат берсін. Жанұяңызға Алла Тағала бақ ырыс қондырсын. Немере шөберелерің жапырағын жайда берсін. Міне біз көріп отырмыз, мына коллектив, осы столовойдың поварларына дейін көзіне жас алып, сізге айтып, сондай әңгімелер айтып жатыр, жақсы. Өте қуаныштымыз оғыл дейтін ол, шында да ол дейтін, қандай қуаныш, қандай не жетеді ол қуанышқа. Сондықтан сіз бағытты деп есептейміз, Ерсайын Кадырович, Ерсайын Қадырұлы. Енді банаға айтқан, бұл мен 13 жыл болды, жақсы, әдемі орын, әдемі өмір, бұрында қолым істемесе, банаға рыбалка деген бар, охота деген бар, біреуінен де қолым істеген жоқ қой, білем ғой. Сондай жағдайлар бар, өзіңіз бастық президент боласыз айтқанда. Ал енді ұзақ өмір тағы да сізге айтатын. Ал енді коллективқа осы жерде отырған, сіздерге осы Ерсайын Кадыровичтің салып берген жолын, салып берген ізін, сіздер оны дамытады деп есептеймін. Коллективқа сізге көп қуат берсін коллективқа. Жұмыстарыңыз оңай емес, жұмыстарыңыз қиын балдармен жұмыс істеген. Осы Ерсайын Кадыровичтің салып берген жолын сіздер ұстап, дамыта береді деп есептеймін.
Жақсылықты беріштейік Алла Тағала. Амин. Уважаемый Ерсайн Кадырович, сегодня немножечко мне грустно. Грустно ответить, что ну да, в жизни ничего не сделаешь, все меняется, все непостоянно. Я хочу сказать вот от себя, от своей семьи, от детей своих, большое вам человеческое спасибо. Наверное, моим детям немножечко повезло, что на их жизненном пути встретились такие педагоги, такие руководители, положили в них душу, амку брашмет. И вот, Александр Николаевич, вот как бы как родители, да, вот приходя в школу, 8 часов вы стоите в школе. Забираем со школы, вы опять стоите в школе. Вот. У нас родители это дисциплинируют. Это, ну, не в каждой школе это есть, я тоже знаю. Александр Николаевич, вам желаю большого человеческого здоровья и всех благ вам. Енді бүгін бір естен кетпейтін жақсы күн, кезекті пенсияға шығып жатқан Ерсайн Қадырұлы, сізге зор денсаулық. Анау 2013 жылы 13 жасқа толмаған ата-анадан ерте айырылған құтақандай сарғызды жетектеп сіздің кабинетке кірдім. Жаңғала ауданы Бірлік ауылынан. Оның баратын жері, басатын тауы жоқ еді. Мен де үлкейдім, қартайдым, қайық келіп қалса мініп кетсем қайда қалады? Осы 11-ші мектепті жақсы дейіп барайын. Ең болмағанда келесі жылдарда алар деп, қызды жетектеп сіздің кабинетке кірдім. Қошеметпен қарсы алдыңыз. Сізге біздің жақсылығыңызды өтей алмаймыз бұл жарық дүниеде. Тек қана зор денсаулық тілейміз. Сіздің қасыңызда Есенгелді бар, интернат директоры. Екеуінің ортасына Құртақандай сарғызды каникул, какасы 3-ші тоқсан басталайын деп жатыр. Бірақ бүгін түсіп кетеміз деп ойлаған жоқпыз. Тонау газелменен келіп, сіз бұйрық беріп өтті мектепке деп Есенгелді қарсылап алып, содан біз ата-анасы тірілгендей болып, 10-ші класста ол қыз қазір оқып жатыр. Көп рахмет сізге. Қазақ ол тілейді Алладан, жүздің мыңның ішінен ағалмастай болып шығатын сол теңеу сөз. Енді екі данышпан деп сөйлеймін. Біреуі Ерсайн, біреуі Есенгелді. Осы кеше ауылға барғаным сол еді, осындай хабар келіп пенсияға шығып жатыр деп. Біресе жыладым, біресе қалай болар екен енді дедім, таңертең газельге мініп алып келіп тұрмын. Жаңа сұраймын, мен енді Әминаның әжесімін ғой осы мектепте. Көлеңкеде жүретін, маған шаруа да керек жоқ, ай сайын пенсиясым болды. Содан ана қызға құсамын, көрмесем тұра алмаймын тіпті. Содан келем кетем, кейде кішкене Есенгелді айтып, апа шаршадың ғой, үйге отыр шай іш дейді. Сонда бейдеп жауап бердім. Үйдегі кемпірлер де шамалы, аяқтары ақсақ, көздері кембе, операция дейді. Онан да менің осы көлеңкеде жүргенім көп артық деп. Енді сіздердей данышпандар бола берсін. Мың қосшыға бір басшы дейді. Үйдегі 5-6 семьяны ұстауда өте ауыр, мысал үшін балалардан. Қазір қанша бала Есенгелді интернаттың 200 баласының атын түгел біліп шақырады ғой кәдімгі бүйтіп. Ішінен ойлап тұрмай памяттай. Айналайын. Бұндай қартаймай пенсияға шығып бәлен жыл еңбек етіп, мына халқыңа осындай еңбек еткен қадірмендігің үйдегі келінге де байланысты жоқпыз ғой әрине. Ол үйдегі ақжаулық ақылды болса. Енді ұста мың қосшыға бір басшы деген ғой, сіздің коллектив жоқ, Қазақстан бойынша да жақсы сөздер естіп атамыз. Тек қана денсаулық болсын, тыныштық болсын. Пенсия дегенде жақсы, айдың аяғында пенсия келіп салған, газетіңді оқып, қонаққа барып рахат жүреді кісі. Біраз еңбек еттіңіз, енді тек қана денсаулық болсын, Есенгелді екеуіңіз. Ол енді мына коллективің сіздің жұмысыңызды алға алып барады деп есептеп тұрмын ғой.
құрметті Ерсайын Қадырұлы мектепке келіп кішкене былай жарсын былай сөйлеп әйтеуір кішкене үйрендік. Сізге көп рахмет. Осы мектепке мен 99 жыл сіздің рұқсатымен келіп содан бері келе жатырмын. Аллаға шүкір, фотоға түсіріп фотограф болып. Сондай әке ретінде жақсылығыңызды әрқашанда тыңдап, сізбен сөйлескенде мен өте ризамын. Әрқашанда қолдап жүргеніңізге. Мына жаңа қарап жатырмын, біршама фото менікі мұнда түсіріп жатқан. Енді мұны бірінші леди бар ғой, мына Саралқыз Назарбаев мұнда келгенде ағай айтады ғой, мұнда президент жолдасы келе жатыр, фотоға түсірерсің деп. Сонда охрана маған рұқсат берді тек 4 кадр түсіруге. Сонда мен Ерсайын Қадырұлына айтамын ғой, мен фотоаппаратты қарап, вспышканы шығарды, объективті алып тастап қарап, сосын айтады, 4 кадр түсіресің болды. Ерсайын Қадырұлы айтады ғой, қанша шамаға келеді, соғанша түсір деп. Сосын охранасы бар ғой, соның алдына шығып алдым, олар келе жатыр, мен түсіріп жатырмын, солай 4 пленка түсірдім. Сол енді өмір бойына тарихқа қалды, осы кадрда отыр. Сізге Көшербай ағаға рахмет, мына әулетімде қиыншылық болды, суып тасқанда да қалдырған жоқсыз, көмектестіңіз. Рахмет көп шын жүректен сізге ризамын. Мынандай біршама фотограф болып, мына 90-дарда қиын болды, мына мектептерде жүреміз. Қаланың ішінде бүкіл мектептерде болған шын айтамын. Облыс бойынша мектептерде болдық, фотоға түсіріп жүрдік, ақша жинап осылай етіп. Но мына мектепте қандай тәрбие, қандай не, ешқандай жерде көрген жоқпын. Сондықтан мен Ерсайын Қадырұлыға ризамын. Балам дүниеге келгенде барып сізге айттым ғой, баламды осы мектепке аларсыңыз ғой. Ой, аламыз ғой, сіз келді, но бірақ сіз айттыңыз ғой. Нешеде дегенде мен айттым, 2 ай болды балам. Қалайды ғой, кішкене ойсын, мен айттым, ертең айтпаңыз. Рахмет көп, шын жүректен рахмет. Сізге, сіздің әулетіңізге имандылық, денсаулық, жақсылық тілеймін. Шын жүректен рахмет. Ерсайын Қадырұлы, өзіңіз білесіз, осы мектептің гимні іспеттес ән бар, Қарлыға Жұматаева, және Гүлнар апай отыр. Осы әнді осы мектепте қандай іс-шара болмасын, осы әнсіз өтпейді. Және өзіңіз қатысқан үлкен облыстық деңгейдегі шараларда өзіңіз сөйлегеннен кейін осы әнді постоянно айтқызатын едіңіз маған. Нұр Отанда өткен, қазақ драма театрында өткен іс-шараларда осы әнді айтамыз. Сондықтан орындап берейік мектебіміздің гимні, мектебім ұстазым айналайын. Қосылып айтайық бірге. Асылыма ұрдан алтын ұян, сан шәкірт қойныңа қалай сыйған. Ең алғаш білімге жетелеген қоңырау әуенін қалай қиялап барады құлындайын. Мектебім ұстазым айналайын, жүректің өзінен жырдайын. Нәр алып бойыңнан болашаққа, бет алып барады құлындайын. Кеше сәбиек жүрген ойна, ақ жолда қол бұлғап тұрғанда аяп. Мектебім ұстазым айналайын, жүректің өзінен жырдайын. Нәр алынбайын, мектебім ұстазым айналайын, жүректің өзінен жырдайын. Нәр алып бойы
қиыннан болашаққа